Ақтауда жасөспірімдер арасында қылмыс саны өсіп отыр. Оқу ордасы мен шағын ауданға бөлініп топтасып төбелесу фактілері азаяр емес. Қылмыстың алдын алу мен болдырмауға бағытталған шұғыл алдын алу шаралары өз нәтижесін бергенімен тәртіп сақшыларының жұмысында тәжірибелік байқалмайды. Бұл туралы Ақтау қаласының әкімі Сәлімгерей Бекбергенов пен қала прокуроры Болат Челекенов ішкі істер басқармасының қызметкерлерімен кездесуінде айтылды. Алдымен өткен жылы атқарылған жұмыс жөнінде баяндап берген Мұратолла Панабердиев учаскелік инспекторларының кәмелетке жасы толмағандар ісі жөніндегі инспекторлардың қызметінде жетістіктерде, кемшіліктерде бар екенін жасырмады. 2007 жылы қала бойынша 1498 қылмыс тіркеліп, оның 942-сі ашылған. Бұл 2006 жылмен салыстырғанда 25%-ға төмен. Ұрлық 35,9, бұзақылық 17,7, автокөлік айдап кету фактісі 34,4%-ға азайған. Күрделі мәселеге айналған проблеманың бірі ол жасөспірімдердің қатысуымен орын алатын қылмыстың өсуі болып отыр. Штат бойынша кәмелетке жасы толмағандар ісі жөніндегі бөлімде 38 инспектор жұмыс істейді. Оның 19-ы департамент бастығының бұйрығымен қаламыздың әрбір мектебіне бөлінген. Мектеп инспекторлары таңертең сағат 8-ден кешкі 18-ге дейін кезекшілікте болады. Сонымен қатар беймезгілсіз түнгі уақытта ата-ананың қарауынсыз көшеде қаңғыбастықпен айналысатындар да көбейгендігі айтылды. Наряду с этим в УВД города Актау за различным правонарушением было доставлено 1145 несовершеннолетних. На сегодня состоят на профилактическом учете 183 несовершеннолетних, 43 неблагополучных семей. За различные административные правонарушения было оформлено 845 административных материалов. На рассмотрение комиссии по защите прав несовершеннолетних при акиме города направлено 40 материалов, из них для направления МОСПШ в отношении 10 несовершеннолетних. Отобрано без лишения родительских прав 6 несовершеннолетних. В отношении 25 направлено материалы с ходатайством о лишении родительских прав. Помещены в ЦВЕРН 79 подростков, наркологический диспансер на лечение от токсикомании и алкоголизма 9 подростков. Ал Ақтау қаласы әкімінің орынбасары Тарас Хитуов болса, кәмелетке жасы толмағандарға спирттік ішімдікті сататын дүкендерді анықтап, сатушыларды жауапқа тарту қажет деді. Ал учаскелік инспекторлар болса, кешкі мезгілде кафе-бар, ойын-сауық, көңіл көтеру орталықтарын, мектеп, әсіресе балабақшаның айналасын күнделікті тексеріп тұру керектігін айтып өтті. Себебі мектеп пен балабақшаның жанында спирттік ішімдік ішуге жиналатындар көп. Олардың ішінде нашақорлар болуы да мүмкін. Сондықтан осы міндеттерді естен шығармай, күнделікті тексеруді күшейту керектігін алға тартты. Жители очень часто звонят вам, вы сами знаете, 02 звонят, и вам обращаются напрямую участковым инспекторам, что собирается куча детей, куча подростков, начинают выяснять какие-то отношения. Вы должны сразу же оперативно реагировать на эти вещи. Взять на постоянный контроль объекты торговли на предмет реализации спиртных и табачных изделий несовершеннолетним. Есть еще случаи, когда несовершеннолетние покупают у нас и спиртные напитки, и все это спокойно те же магазины, те же наши киоски могут продать им это. Вот эти факты надо выявлять и наказывать эти объекты предпринимательства. Ну, естественно, проводить с ними работу надо, с руководителями кафе, баров, ресторанов, чтобы наши несовершеннолетние не ходили в позднее время, там, после 10-11 в эти заведения и их не пускали туда. Активизировать деятельность по обеспечению общественного правопорядка, взять на контроль объекты общественного питания, в том числе расположенных в первых этажах жилых домов, привлекать собственников за нарушение тишины и спокойствия граждан. Ішкі істер органы жүйесінде учаскелік полиция инспекторларының рөлі ерекше. Сонымен қатар жауапкершілігі көп екені рас. Алдымен учаскелік инспектор өзіне бекітілген тиесілі шағын аудан ішінде қоғамдық тәртіпті қорғау, құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесу, профилактика жөніндегі барлық міндеттерді өтеуге міндетті. Алайда қала прокуроры учаскелік инспекторларының жұмысында кемшіліктер көп деп қадап айтты. Қысқасы, прокурордың полицейлерге қойған талабы бір: азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау. Алайда учаскелік инспекторлар өз міндеттерін толықтай орындай алмай отыр. Тұрғындар арасында өздері тұратын шағын ауданның учаскелік инспекторының кім екенін білмейміз дейтіндер көп. Тіптен мен өзім өз шағын ауданымның учаскелік инспекторының кім екенін білмеймін және көрген емеспін дейді қала прокуроры. Вот, например, я в Астане был буквально с месяц назад. Мне понравилось, вот заходишь в дом, частные дома, частные, говорю, многоквартирные дома. На подъезде висит фотография участкового, его фамилия, имя, отчество, его телефоны. Не надо ходить по квартирам. По квартирам надо ходить тогда, когда вы профилактику какую-то определенную проводите. Вы выявляете лиц, которые склонны употреблять спиртные напитки, наркотики, склонны к совершению преступлений.
Пожалуйста, на каждом подъезде, каждый в своем микрорайоне вывесите свои данные. Я вот, например, временно пока снимаю квартиру, я даже не знаю, кто у меня участковый инспектор. Жасыратыны жоқ, учаскелік инспекторлардың жұмысына көп сын айтылды. Жауапкершілікті ұмытпаңыздар. Талап пен тәртіпті орындауды естен шығармаңдар. Қадағалау назардан тыс қалмайды. Сұраныс көп болады деп прокурор сөзін аяқтады. Енді биыл тексерумен заңның орындалуын қадағалау күшейтіледі деген ескертумен кездесу соңы аяқталды. Қойылған талаптардан биыл нәтиже шығар деген сенім бар.